Жамбыл облысында аса ірі көлемдегі есірткі тасымалының жолы кесілді. Қарасора 2026 республикалық жедел профилактикалық іс-шарасы аясында полицейлер Алматыға 43 келіден астам марихуана жеткізбек болған күдіктіні ұстады. Оқиға Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық автожолының 215 шақырымында болған. Есірткі қылмысының қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері мен Қордай аудандық полиция бөлімінің инспекторлары Hyundai Elantra автокөлігін тоқтатқан. Жүргізілген тінту кезінде үлкен қара пакеттерге салынған 4 қап 43 келіден астам марихуана табылды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 297 ұстау изоляторына қамалды. Ал көлік жүргізушісіне қатысты көлік құралын басқару құқығынсыз әрі есірткілік масан күйде көлік басқарғаны үшін әкімшілік шара қолданылып, ол әкімшілік қамаққа алынды. Қазір полицейлер қылмыстың барлық мән-жайын анықтап, есірткінің қайдан алынғанын және оны тасымалдауға қатысы бар өзге де адамдарды анықтау бағытындағы тергеу амалдарын жүргізіп жатыр.